Чагла Махинурмен сөйлесіп отырып, дәрігердің бала кезіндегі ақау туралы айтқан сөзін еске түсіреді, Мелектен бұл туралы сұрайды. Мелек оның құлақ алды синусы болғанын, тіпті өзінде де дәл сондай ақау болғанын айтады. Осы сөзді естіген Чагла Мелектің Махинурдың қызы екенін бірден түсінеді. Ал Джафардың жаназада айтқан кеңесі бойынша Доғанды күтіп отырған кезде, Доған қайтадан оларды портқа шақырады. Құрметті көрермендер, жақында Әулет құпиясы сериалының бір маусымы аяқталады. Бірақ алаңдамаңыздар. Біздің арнамыздағы қызықты сериалдар мұнымен тоқтамайды. Әулет құпиясынан кейін арнамызда жаңа жерасты криминалдық, мафиялық сериалдар, сондай-ақ мүмкін, бұл махаббат сияқты романтикалық әрі жеңіл комедиялық сериалдар шыға бастайды. Сондықтан арнаға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал алда бізбен бірге қандай сериалдарды көргіңіз келетінін пікірге жаза кетіңіздер. Доған Йылмаздан кетпеуін сұрап, бұл істі шешуге көмектесуін өтінеді. Сол кезде Йылмаз бұл қауымдастықтың ішінде тағы екі зұлым адамның бар екенін айтады. Олардың біреуі бойы кішкентай болғанымен, аса қатыгез, ал екіншісі шетелде оқып, халықаралық істермен айналысатын сауатты әрі қауіпті әйел болып шығады. Доған олардың барлығымен кездесіп, шим-шиктің түр-тұлғасын көрсетуді талап етеді. Егер оның түрін көрсетпесе, олардың барлық тауарларын өртеп жіберетінін айтып қорқытады. Әрине, бұл сөздер қауымдастық мүшелерінің шамына тиіп, жағдай одан әрі шиеленісе түседі. Осы уақытта Чагла Дидем өзінің болжамын айтады. Сонымен қатар Доғанға ренішін де білдіреді. Себебі Доған Мелек туралы шындықты біліп тұрып, оған ештеңе айтпаған еді. Доған Ламия мен оның анасын шақырып, Мелектің Синанның қызы екенін мойындауды талап етеді. Ұзақ уақытқа созылған әңгімеден кейін олар ақыры шындықты мойындайды. Содан кейін Доған Мелек пен Йылмазды сыртқа шығарып, бүкіл отбасына Мелектің Синан мен Махинурдың қызы екенін жариялайды. Бұл жаңалықтың бәрін абдыратып тастайды. Ал Йылмаз бен Мелектің арасында алғаш рет жақсы қарым-қатынас байқалады. Бәрі бір-бірімен ұрсысып, болған жағдайды талқылап жатқанда, ақсақал осы сәтті пайдаланып, Тахирдің бөлмесіне кіріп, әлдебір нәрсені іздей бастайды. Мелектер қайтып келген кезде, отбасының әр мүшесі Мелекке мүлде басқа көзқараспен қарай бастайды. Бірақ ешкім оған шындықты ашып айта алмай, одан қашқақтап жүреді. Ақыры Синан мен Доған Махинурлардың үйіне келеді. Сол жерде Синан Махинурға көптен бері жасырылып келген шындықты айтады. Мелек олардың қызы. Чагла да Доғанға деген ренішін айтып, оған неге Мелек туралы шындықты өзінен жасырғанын түсіндіреді. Ақыры бәрі шындықтың ашылғанына қуанып, ертең Мелекке барлығын өздері айтып беруге шешім қабылдайды. Бірақ ең маңызды сұрақ әлі де жауапсыз қалды. Мелек бұл шындықты қалай қабылдайды? Өзінің Махинур мен Синанның қызы екенін білгенде не болады? Мұның жауабын келесі бөлімнен көреміз.